қашамыз ба? Мен олай деген жоқпын, олай деген жоқ. Керісінше жаңа әсер алу үшін кетеміз дер едім. Есің дұрыс па сенің? Есіңде болса, апамыз бен әкеміз Сан-Францискоға көшпей тұрғанда шалқып өмір сүрген едік. Бірақ ойың тіпті қисынсыз ғой. Бәрі де тамаша болатын. Есіңде шығар. Үйіміз де жайлы, достарымыз да жақсы еді. Дәмі балдай. Тәтті сағыз. Әндеріңді қоя тұрыңдаршы. Қысқасы ол жақтағы өміріміз керемет. Иә, шынымен де Райли Миннесотада бақытты еді. Тоқта тыңдаңдар. Таңертең ақылдассақ қайтеді. Әрине. Ендеше ұйықтайық. Ал таңертең қуаныш пен шаттыққа толы керемет өмір басталады. Ей, неге тоқтап қалдық? Райли ұйықтап қалды, біз де жүре алмаймыз. Сонда таң атқанша тоқтап тұрамыз ба? Иә, Райли ұйықтап жатқанда ой пойызы жүре О, алмайды. көп күте алмаймыз ғой. Райлиді оятып көрсек қайтеді? Оның ақылға сыймайды. Біз оны қалай... Я, оятып көрсек қайтеді? Сен де айтасың ау. Рахмет, кеттік. Вау, мына жер керемет екен. Ал меніңше бұл жер зеріктіретін сияқты. Мәссаған, мен шалам деп аталатын түс. Жалғыз мүйізді бірақ тура түсіміздегідей. Құрбым сені танымал дейді. Қолтаңба бересің. Жоқ, мұның не мұң? Қайне кеттік? Жүре ғой. Кешір, бұл басқа жақтан келіп еді, біраз қобалжып тұр. Сенің кемпір қосағатты туындыларыңды үзбей көрем, жақсы сау болып тұр. Мұна көп жазуды бәрібір оқи алмаймын. Неғып тұрмыз, Крейг? Тездетіп сахнаны әрлеңдер. Жаңа естеліктер келіп түсті. Шаруа бастан асады. Райли құрбысымен ұрсып қалды. Жаңа мектепке де үйрене алмады. Хоккейден кетті. Сценарий жазушылар керемет мәтін жазған көрінеді. Қуаныш жоқ, не мұң жоқ. Енді мына жерде жалғыз отырып түс кезекшісі болатын бол. Иә. Сонымен Райлиді қалай оятамыз? Оның қорқынышты түс көргенде оянатыны бар. Оны қорқытып көрсек пе? О, не дегенің? Ол қыз бүгін онсыз да ауыр күнді басынан өткен. Мұң, сен нұсқаулықты жақсы бетін шығарсың. Ал мен Райлидің сырын білем. Оған ұйықтай алмайтындай ғажайып түс көрсету керек. Қуанғаннан күліп оянатын болсын. Оның күліп оянғанын бұрын көрмеппін. Райли иттерді жақсы көреді. Кеші мынаны. Бәрібір бұдан ештеңе шықпайды. Бинго. Мыналарды көзіңнен таса қылма. Жарайды. Енді бұрмаланған шындық сүзгісін орнатамыз. Тамаша. Камераға қарауды ұмытпаңдар. Камера дегеніміз Райли. Гример, кадрдан былай тұрыңдар. Түсірілім басталды. 5, 4, 3. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Үй тапсырмасын тексермей тұрып, мен... Оны бүгінгі сабаққа орындап келуге тиіс едіңдер. Ал қазір жаңадан келген оқушымен таныстырайын. Райли. Қане тұр да бізге өзің туралы айтып бер. Мәтінді оқы. Менің атым Райли Андерсон. Мен Миннесотадан көшіп келдім. Енді осы жақта тұрам. Қараңдар, мына қыздың тістері түсіп жатыр. Бұл қалай болғаны? Өздері тіпті қиялдан жұрдай. Енді не көрсетер екен? Қараңдар, сабаққа шалбарын киіп келуді ұмытып кетіпті. Біліп едім. Дайынсыңдар ма? Бұл ойымызды іске аса қояды деп ойламаймын. Бірақ оны қорқытса. Алаң болма. Маған сенші кеттік. Мынау кім тағы? Мынасы несі? Ол да түсір. Қанекей, бейлейік, қанекей. Енді жөн. Қуаныш, мұнымыздан түк шықпайды. Мұң қайда барасың, бері кел. Бұл түс қой, түс. Қызды оятып жіберетін болды ғой. Күзетшілер қайда? Сәлем, Райли. Бұл мен ғой. Бинг-банг. Не жетеді достыққа? Мұң, не болып кетті, тоқта. Мұң, доғар енді. Қорқытасың ғой. Ойымыз ізге асты. Бұлар қайдан шыға келді? Ұстаңдар. Тұрып етпеңдер. Бұр камераны, бұр. Осыны да түстейді ал. Ақырын, тұмсығымай. Бұларың не? Мен бас бөлгіне арызданам. Өзіңді қор. Бұларың не? Ақырын, менің не жазығым бар?
Тығылған жер? Бейсана. Олар бүлікшілердің бәрін осында қамап қояды. Бұл маған шақ келмейді ғой. Ол жерге қалай кіреміз? Қане көрейінші. Ей, мынау сенің қалпағың жоқ, менікі ме? Менікі? Рас айтасың ба? Жазуына қараш. Міне менің атым жазылып тұр. Демек ол менікі ғой. Жоқ, менікі. Мен әдейі сенің атыңды жазып қойғам. Езандырақ Сен менің қалпағымды киіп Мына алдың. менің жазуым ғой. Ей, тоқтаңдар! Ау, болды. Берілеміз. Кіріңдер. Ой. Ешқайда қаша алмайсыңдар. Мына жер маған түк ұнамайды. Олар Райлидің үрейлерін осы жерде бейсанада сақтайды. Мынау брокколи ғой. Ал мынау жертөлеге түсетін баспалдақ. Әжеміздің шаң сорғышы! Болды, жүре берейік. Аяғыңның ұшымен жүрші. Алмаймын. Бұл не өзі? Кәмпиттің қағазы? Бимбон! Қуаныш. Таптық ау әйтеуір. Мынау алып сайқымазақ қой. Естеліктер сенде ме? Иә. Оның істегені кәмпит екен. Тезірек қашайық. Пойызға үлгеруіміз керек. Тұра тұрыңдар. Пойыз әлі тоқтап тұр ғой. Бәрібір Райлиді ояту керек болады. Қалай? Жоқ. Айтпақшы, сен естідің бе? Осы маңайда туған күн дей ме? Я, білем. Туған күн кешіне шақырды ма? Туған күн иесі қайда? Ол жерде тәттілер мен сыйлық деген жетеді. Түрлі ойындар ойнаймыз. Дедің бе? Иә. Қаштық! Райлидің одан шошып оянары анық. Иә, бірақ бұл менің жазуым Бұл менің жазуым ғой, мен жазғам, әкел. Менің жазуым. Туған күн иесі кім? Жеңдер Тағы мектепті көрдік. Сосын ит қақ ортасынан екке бөлініп кетті. Бинг-боңды да көрдім. Ақымақсың сен. Бұл жай ғана түс қой. Шыдамым таусылды. Ұйқы бермедіңдер. Енді қол қусырып отыра алмаймын. Ата-анамыз